Сәлем қыздар, бүгін банофи пай пирогын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы тұрған сары майға бір жұмыртқаны қосып, және сахарный пудраны қосып, миксермен араластырамыз. Енді бөлек ыдыста алдын ала елегіштен өткізген ұнға разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Екеуін қосып қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын әдемі қамыр шығады. Форманың бортегіне ғана май жағып, астына пергамент төсейміз. Дайын болған қамырды қолмен осы форманың ішіне жайып аламыз. Тесто пісіп жатқанда ортасы көтеріліп кетпес үшін вилкамен тесіп алған жөн. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 10-12 минутта піседі. Енді кремін дайындаймыз. Мен 33% сливкемен шантипакты араластырдым, ал сіз өз қалауыңызша крем дайындауыңызға болады. Өзінің формасын жақсы ұстап тұратын крем шығу керек. Кремді кондитерлік мешокқа салып аламын, және 365 насадканы қолдандым. Ал егер насадкаңыз болмаса, мешоктың ұшын қиып қолдана берсеңіз болады. Дайын болған пирогқа кез келген вареный сгущенканы жағып аламын. Банандарды қатар-қатар тізіп салып қоямын. Енді бананның беті жабылғанша креммен әрлеп аламын. Осылай бетіне какао сепсеңіз болады. Пирогымыз дайын. Егер видео ұнаса лайк басыңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.